Барлығына сәлем. Бүгін өте дәмді мини тоқыштар жасайтын боламыз. Ол үшін картопты қабығынан ашып, турап аламыз орташа етіп. Суға салып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Картопымыз піскеннен кейін картоптан қалған суды сүзгіден өткізіп аламыз. Осы суға нанымызды илейтін боламыз. Оған тұз, жұмыртқа және дрожж салып илейміз. Осындай суға піскен тоқаштар өте дәмді болады. Тек қана картопында емес, нанында да картоптың дәмі шығып тұрады. Қамырымызды мейлінше жұмсақ қылып илейміз. Бірақ та қолға жабыспауы керек. Сол үшін кішкене ұнды да себуге болады. Ыдысымызды майлап, осы қамырымызды ыдысымызға салып, бетін пленкамен жауып қоямыз. 1 сағат көтеріліп тұруы тиіс. Сол уақыт аралығында жуамызды ашып, майдалап тураймыз. Оны майға қуырып аламыз. Картопымызды әдетте тұздап, бұрышпен бұрыштап, езіп аламыз. Үстіне қуырылған жуамызды саламыз. Жақсылап тұрып екеуін араластырамыз. Дәл сол уақытта біздің қамырымыз жақсылап тұрып ашады. Мінекей, осы қамырымызды ашқаннан кейін қамырымыз ашыған бойда ыдысынан бірден аламыз да, бірден оны тураға көшеміз. Бір ретте елемейміз. Қамырларымызды осы видеодағыдай кішкене етіп бәрін турап аламыз. Сонда біздің де пирожкиларымыз кішкентай болып шығады. Енді осы қамырларды барлығын дөңгелек формада жасап аламыз. Осы кішкене қамырымызды аламыз, май жағамыз, үстіне картоп салмасын саламыз да бетін бір-біріне жабыстырамыз. Барлығын жасап боламын дегенше ең алғашқы жасаған пирожкиларымыз көтерілетін болады. Қызып тұрған майға 2-3-ден қуырып аламыз. Осы майға салатын уақытта пирожкиларымызды кішкене созын қыраймыз. Пирожкиларымыздың майын сорғытып алу үшін асханалық пергамент қағазын қолданамыз. Мінекей осындай алтындай түсті пирожкиларымыз дайын болды. Өте дәмді және өте әдемі дастарханға қоюға сүйкімді көрінеді. Менің каналымнан осындай және де рецепттер көргіңіз келсе, менің каналыма жазылыңыздар. Рахмет.